Қазақ елі 2016 жылға дейін ет экспортын 60 мың тоннаға жеткізуді көздеп отыр. Бұл көрсеткіш 4 миллион тонна бидай экспортымен пара-пар. Мал шаруашылығын дамыту үшін мемлекет 130 миллиард теңге несие ресурстарын қарастырды. Мал шаруашылығын дамыту ауылдық жерлерде жаңа жұмыс орындарының ашылуына себеп. Сонымен бірге сабақтас салалардың да жұмысын жандандырады. Президент биылғы халыққа жолдауында мал шаруашылығын дамыту мәселесіне бөлек тоқталды. Елімізде мал тұқымдарын асылдандыру және одан әрі дамыту жұмыстарының қалай жүріп жатқанын тілшіміз баяндайды. Академик Көпмағамбет Елемесов отандық мал шаруашылығын дамытуға сүбелі үлес қосып жүрген ғалымдардың бірі. Оның пайымынша, еліміздің ірі ет экспорттаушы мемлекеттердің қатарына қосылуына барлық жағдай бар. Бірақ мал шаруашылығын дамыту үшін біраз тер төгуге тура келеді. Ең алдымен қажетті жем-азық қорын қалыптастыру қажет. Екіншіден, малды баптап күтетін алаңдар, яғни үлкен фермалар қажет. Үшіншіден, мал тұқымын асылдандыруды жолға қойған жөн. Жалпы бізде асыл тұқымды малда болған селекция жұмыста жүргізген кезінде, мына тоқырау көзінде бәр сала өзі өтпелі кезеңде тоқырау қошырады ғой. Мал шаруашылық соның ішінде ең бір осы тоқырау қошырған бір саланың бірі бұл. Соны өкінішке орай әлгі де соны біз есімізді жия алмай жатырмыз осы салада, шынын айту керек. Академиктің айтуынша ет экспортын 60 мың тоннаға дейін жеткізу Қазақстан үшін түкке тұрмайтын шаруа. Бар мәселе мал басын асылдандыруда. Ал ол үшін жаңа технологияларды кеңінен қолдану керек. Сол малдың бәрін есепке алу, ол қандай мал? Оның барлық мониторинг жаңа несі бар, сонда көрсеткен малдың. Сол малдың тегілік не? Соған сәйкес қазір компьютерде бізде бағдарлама бар. Сол малға қандай бұқаны орғын салу керек? Мәселе қайда? Бұл кез келген малға кез келген мал сала беру болмайды ол. Міне сол үшін айтамыз, малды асылдандыруда мына ғылымы тұрғыдан жүргізу керек. Жаңа технология демекші отандық мал шаруашылығы және ветеринария ғылыми зерттеу орталығының мамандары ірі қараны асылдандыру үшін оны тек қолдан ұрықтандыру емес, эмбрион трансплантациялау технологиясында меңгеріп алған. Бұл технология дамыған елдерде кең қолданылатын көрінеді. Оған сәйкес сиырлардың өнімділігі әлде қайда жоғарылайды. Ал енді жаңа заманауи технология бойынша инвитро дейді, бұл проверкада өсіру. Бұл методика бойынша да эмбриондар алуға болады. Бұл эмбрионның ерекшелігі дәстүрлі технологиядан бұл 3-4 есе қарқынды түрде жүреді. Яғни біз бір сиырдан 50 эмбрион қышын алатын болсақ, дәстүрлі әдісте инвитро біз бір сиырдан жылына 200 эмбрион қышын аламыз. Айта кету керек, бұл технология бойынша жұмыс істеу үшін барлық қажетті жабдықтар сатып алынған. 350 миллион теңгеге бағаланатын кешен сиырлардың аналық жасушаларын ұрықтандырады және шексіз уақыт сақтай алады. Қажет болған жағдайда ұрықтандырылған жасушалар, яғни эмбриондар кез келген қашарға салынады. Демек, аулаңызда жүрген әрі қара ертең асыл тұқымды төл әкелуі мүмкін. Негізінде бүкіл дүние жүзінде енді ең озық елдер 60-70% бұзау аламыз деген кепілдеме береді. Біз енді ондайды айтуға әлі ертерек деп ойлаймын. Біз енді 50%-ның үстінде кепілдік береміз. Яғни екі эмбрионнан бір бұзау алуға болады. Асыл тұқымды малдың ұрығынан бөлек эмбриондарын малға салу үшін арнайы 3 жылжымалы зертханада сатып алынған. Олардың көмегімен күрделі процедураларды білікті мамандар кез келген жайлауда жасай алады. Бір мәселе осындай білікті мамандардың тапшылығында. Эмбрион салу үшін оны маман салу керек. Оны әрбір адам сала алмайды, өзінің технологиясы бар салатын. Былтырдың өзінде 20 маман шығардық сондай мысалы. Ал сондайды көбейтіп, маманды көбейтіп, жерлік пункттерде жаңа қолдан ұрықтандырып, эмбрионды салатын сондай ұйымдастырсақ, ешқандай проблема жоқ. Бізде жете аламыз, солардың жетіскен неге жете алмаймыз? Жетеміз. Әрине, білікті мамандар тапшылығы бұл шешілетін мәселе, бірақ уақытты қажет етеді. Шет елдерден 5 мың долларға асыл тұқымды малды сатып алып елге жеткізу шығындарымен салыстырғанда 1 мың долларға асыл тұқымды малдың эмбриондарын жеткізу әлде қайда арзанға түседі. Алайда бұл эмбриондардың барлығы бірде ертең асыл тұқымды мал болып кететініне кепіл аз. Сондықтан кәсіпкерлер әзірге қымбатқа тірі мал сатып алуды жөн санайды. Что касается, если бы я сегодня должен был это сделать, я бы тоже пошел по пути покупки. Әрине, мұндай әдіс әлде қайда арзанға түседі. Бірақ мен кәсіпкер ретінде малды шетелден сатып алғанды жөн көремін. Өйткені мұндай технологияларды енгізу үшін берік негіз қалауымыз керек.
Ал мұндай технологияларды кеңінен енгізуге біріншіден көп уақыт, демек шығын кетуі мүмкін. Екіншіден, жақсы негіз болмаса, бұл іспен айналысудың қажеті де болмайды. Ал негіз бұл шетелден жеткізілген аса қымбат, асыл тұқымды мал. Ал академик Көпмағамбет Елемесовтің пайымынша сырттан қымбат мал тасумен мәселе шешілмейді. Барлығы малдың есепсіздігіне келіп тіреледі. Жаңа біздің малдардан жоғары өнім беретін малдардың гендік қорын әкеліп көбейткен дұрыс ол. Ал енді жаппай әр жерге әкеліп 10 мыңнан 5 мыңнан әкеліп сырттан әкеліп ол қатырамыз деген ол түбінен дұрыс емес. Ол қандай мал? Оның пародасы қандай, жасы қандай, тегі қандай? Бәрі есепте компьютерге, журналға түсу керек. Сол әкімшіліктің қолында компьютерде тұру керек. Кімнің неше малы бар, қандай мал бар, жеке-жеке. Міне сонда тәртіп болады. Сонда жұмыс жүреді. Одан бек есеп болмағанда жұмыс жүрмейді. Егер елдегі бүкіл мал басын есепке алу дұрыс жолға қойылса, онда отандық ғалымдарымыз өз жетістіктерін кең қолдануға мүмкіндік алады дейді академик. Ал жетістіктері аз емес. Қазірдің өзінде асыл тұқымды деген түліктің 6 миллион доза ұрығы сақтаулы тұр екен. Демек, асыл тұқымды мал басын осыншамаға көбейтуге барлық мүмкіндік бар деген сөз. Біздің түйгеніміз осы. Нұрбол Қапешев, Асан Қали Ахмет, Түйініс.